Қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айгүл. Бүгін моншақты әсіптің жасалу рецептісімен бөлісемін. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Ол үшін қойдың бүйрегі, жүрегі және өкпесі қажет. Тек қана өкпеден жасасаңыздар да болады. Ол енді осыларды қайнатып аламыз. Мінекей жүректі, бүйректі және өкпені бір қайнатып алдым. Неге бауырда қайнатқан жоқпын, бауырда қайнатпай қосамыз. Егер де тек қана өкпеден жасайтын болсаңыздар, онда күріш қосуға болады. Менде мына қойдың жүрегі, өкпесі, бауыры, бүйрегі болғандықтан менде жеткілікті, яғни әсіпке сол себепті мен күріш қоспаймын. Мінекей 1 килограмдай пияз аршып алдым. Осы пиязды мына жердегі барлық қойдың өкпе бауырын барлығын қазір турап ет тартқыштан өткізетін боламыз. Мінекей барлығын турап алдым. Енді ет тартқыштан өткіземін. Мінекей барлығын ет тартқыштан өткізіп алдым. Енді мінекей ұсақталып туралған сарымсақты саламын. Сарымсақ, оның үстіне татымына қарай тұз, қара бұрыш, мінекей қызыл бұрыш, зира, кез келген дәмдеуішті қолдансаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Және 200 грамм су. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Мінекей менде жылқының қарны, шегі, яғни мінекей бір жағын буып алдым жіппен. Енді осыған салмамызды саламыз. Мінекей мен баклажканы алдым. Осы баклажка арқылы қазір салмамызды құйып шығамыз. Қыздар, мінекей шекке баклажкамызды қойып, мен кішкене қою болып тұр. Сұйқылсаңыздар тезірек өтеді. Қасықтың көмегімен өткізіп жатырмын. Қатты тығыздамайсыздар. Мінекей шегіміз толды. Енді байлаймын мына жерінен. Шығып кетпес үшін ішіндегі салмасы. Осы жерін байлап аламыз. Бірнеше жіпті қиып алдым. Енді осыларды буа бастаймыз әрқайсысын. Қалауларыңызға қарай буасыздар. Мүмкін 10 сантиметр, 15 сантиметр. Яғни біз моншақ сияқты. Ішіне салмамыз салған кезде толтырып тығыздап салған жоқпыз. Өйткені біздің буғанымызға оңай болу керек. Сол себепті іші бос болса оңай болады. Мінекей біздің моншақ әсіпіміз дайын. Мінекей. Енді осыны пісіреміз. Сыйымдылығы үлкен ыдысқа суымызды құйып, әсіпімізді салып жатырмыз. Мінекей. Мантаваркада булап алсаңыздар да болады. Я болмаса, мен сияқты қанатсаңыздар да болады. Салып бетін жауып қайнаған күтеміз. Мінекей әсібіміз қайнады. Енді бетіндегі көбігін сүзіп аламыз. Көбігін сүзіп алдым. Енді әсібіміз жарылып кетпес үшін мінекей иненің көмегімен кішкене тесеміз.
көбігін алдық, әсібіміз жарылып кетпес үшін инемен кішкене тесіп шықтық. Сонда ішіндегі ауа, бағана құйған суымыз барлығы сыртқа шығып, жақсылап пісетін болады. Енді баяу отта 1 сағат қайнатасыздар. 45 минут қайнатсаңыздар да болады. Мінекей 1 сағат қайнаттым, 1 сағаттан кейін сүзіп алдым. Мінекей моншақта әсібіміз дайын. Енді моншақта әсібімізді бөлеміз. Моншағын жеке-жеке. Мінекей. Шетіндегілерін алып тастаймыз. Мінекей жібін. Мінекей біздің әсібіміз, моншақта әсібіміз дайын. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер, өте дәмді шықты. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар. Сіздермен болған Айгөлектің асханасы.